Так, достар, мына түсір. Осыған келген болатынбыз, қазір кіріп көретін боламыз. Бұл жақтан больше ұзат берем екен, тексереміз. Жалпы жаңбыр жауып тұр, достар. Себелеп жауып тұр, байқалды наручиктер. Мына жаққа кіріп көрейік. Түсіріп бастаймыз ба? Кіре бересің ба? Бізді түсіріп жүрсейші. Бұл жағынан. Осы жақ па? Асып кеткен ау деймін, Мынау ауысып кеткен ба? Жоқ, женский одежда деп тұр. Көрдің бе? А че мынау ауысып кеткен? Бұрын мен маған келіп аксессуарлайды ғой мынау. А? Достар, мынау ауысып кетіпті, прикинь, бұрын аксессуар еді. Арзан және салон. Мына кілемге ауысып кеткен екен ғой. Бұрын 1001 ұсақ па сондай бар еді негізі. Енді қайда барамыз, жігіттер? Қай жақта десіңдер? Ой. Так, біз бір жер тауып алайық, достар. Оған дейін біз қазір жақындаған кезде түсіріп бастаймыз, достар. Қаршы, кеттік ал. Так, құрметті достар, біз енді Олжа торговый центрына келген болатынбыз. Осы жақтан бірдеңе табамыз деген үміттеміз. Біз шотқа келдік. Қайталап айтамын. Дәл кеттік ал. Бұған достар, адамдармен тіл табысу, көп сөйлеу, негізі энергияны көп талап етеді екен. Кеттік, кіреміз деген сияқты ғой. Кірейік. Саламатсыз. Носыздық ма? Носыздық ма деген қойып. Ладно, кеттік. Отқан анам деген сияқты ғой. Негізі мынаған кіру керек еді. Меніңше мынау жақсы, да? Біреміз ба? Ора, давай. Кеттік. Кір. Бастап. Мынаны ұста. Мен қасыңды жүрейін. Саламатсыз ба? Видео түсіруге рұқсат па екен? Біз андай жоба бастап жатырдық қой. Или сізді түсірсек? Сізді түсірсек рұқсат па? Қалай негіз? Жоқ, сіз түсіргіңіз келіп тұр. Болмай ма? Біз өзіміз түсірсек, бір жоба бар еді, сізге түсіндірсек. Жоқ, вообще біздің рұқсат жоқ оған. Хорошо, жақсы, рахмет. Хорошо. Дальше деген сияқты, достар, кеттік. В общем, мына жақтарды көрейік, сосын барып бір жақтарды көреміз. Былай көреміз. Бұрын көреміз, Саламатсыз ба? Саламатсыз. Қайсыздар? Салдарыңыз болсын. Біз видео бастап жатыр едік қой. TikTok'та көрген шығарсыз, 100 теңге деген сияқты видеоларды. Сондай түсіндіріп жесем. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Жақсы, қаршы. Байқа, сөзім көрейін де. Ассалаумағалейкум. Жағдай, брат. Видео түсірсек рұқсат па? Жалпы өзің бутигің ба? Естісе ме? Естінеміз ба? Жалпы біз Қазақстаннан бір технология шығып еді ғой. Соны қолдау мақсатында TikTok'тан 100 теңге деген көріп едім. Иә. Біз қазір 100 теңгеден осындай 2,5 теңгелік щеткаға жеткен болатынбыз. Мысалы сенде больше зат болса деген ба? Бастықпен сөйлесіп дегендей қалай? Бастық шетте өтіп, өзіне оралған. Қай жерде? Ремонт телефон бар. Ремонт? Рахмет, қазір. Нешінші бутик? Саны бар ма? Саны жоқ па? Аты қандай? Жақсы, рахмет. Аты бізде. Аты да жоқ, айтпай қойдыңыз. Так. Не қылды да? Қазір оған барамыз. Так, давай, келесіне қазір кіріп шығайық. Ора. Пока мен түсіріп жүр. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Хорошо, спасибо. Хорошо. Кеттік нафиг. Не надо. Саламатсыз. Қалайсыздар? Видеоға түсіруге рұқсат па екен? Бір жоба бастап жатыр едік, соған қолдау мақсатында. Түсіндіріп кетсем болады ма? Қазақстаннан бір өнім шықты технологияда. Соны ағаларымыз шығарған. Біз соған қолдау білдіру мақсатында
осындай жоба бастаған болатынбыз. TikToktан 100 теңге дегенді көріп пе едіңіз? 100 теңгені былай не істеп, жоғарғы сомаға жететін. Иә, болды ғой. Иә. Біз қазір 100 теңгеден осындай щеткаға жеткен болатынбыз. 2,5 теңгелік. Және сізден де айтатыным, сізге де айтатыным, қолдау білдіру мақсатында осы 2,5 теңге щеткадан жоғары сомадағы бір зат бізге ұсына аласыз ба? Біз сізге осы щетканы береміз. Есесіне. Мінекей мынандай. Бұл дұрыс түсіндіріп отырмын ба? негізі түсіресің. Осындай четко бар, короче, апа. Мінекей аға. Болды аға, жақсы, рахмет, сау болыңыздар, саудаларыңыз жүрсін. Негізі, апа негізі бірден ұсамаратын. Кірдік па? Кірдік па да? Саған. Қандай кірдіктер? Қай жаққа барамыз? Тағы бір аксессуар бар екен, жүр. Бірінші нағын жүріп қойып. Құпия жоқ деді. Бұры. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Ассалам, қалайсыздар аға? Жоба бастап жатыр едік. Видеоға түсіре берсек рұқсат па екен? Онда өзіміз түсірейік бұл мен. Қазақстаннан бір технология шығып еді, соны қолдау мақсатында 100 теңгемен 100 теңгені басқа затқа айырбастап деген тема көріп пе едіңіз? Хорошо, жақсы, рахмет, сау болыңыз. Достар, мен дұрыс түсіндіріп жатырмын ба? Комментарий жазыңыздар. Маған қалай айту керек деген, адамдармен қалай сөйлесу керек. Мен негізі көп адамдармен сөйлесемін. Енді былай стримдарда түсіріп қоймын. Бірақ енді адамдармен сөйлесу негізінде қиын екен. Әр адамның көңілін таба білу. Кеттік, аяқтау керек. Саламатсыз. Саламатсыз. Былай камерадан неден қысылмайсыз ғой, қысыласыз ба? Өзіміз түсіре тұрсақ, өзіміз түсіріп бірдеңе айтайық дегенде. Бір жоба басталып жатыр еді, түсіндіріп жүрсек болған. Қазақстаннан технология шығып еді, балаларға арналған. Шыққанда енді шығады. Соған біз көмек ретінде қаражат жинап жүр. TikToktан 100 теңгеге деген көріп бердіңіз, 100 теңге деген. Мысалы біз қазір 100 теңгемен осы щеткаға жеттік та, 100 теңгені біз больше. Иә. Біз қазір осы щеткаға жеткен болатынбыз. Біздікі бірақ андай технологияға атсалысу деген сияқты ғой. Көмек ретінде. Иә. Қалай қарайсыз негізі? Қазір мына жерде туалет қай жерде? Соңында. Сондай үшін қалай қарайсыз? Мен ауыстыруым керек. Иә, мысалы қазір сізге щетканы беремін, сіз. Иә. Екі адам келді маған. Екеуіне де ауыстырып. Солай ма? Біз мысалы сол, мысалы 2,5 теңге. 2,5 теңгеден больше зат берсеңіз, біз сізге осыны береміз. Солай ма? Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Болды. Бұйырса. Кеттік достар, дальше деген сияқты ғой. Міндетті түрде келеміз достар. 80 мыңға жеткенде неге келмеске? Өзі айтты, біз келеміз. Кеттік. Біз көбісіне отказ алып жатыр, көріп отқандарыңыздай. Көп зат бар, бірақ ауыстыратын адамдар келісім бермей жатыр. Енді келісімдерін беріп жатса, көреміз да. біздің жобамыз ары қарай дамитын болады. Кеттік. В общем, алдымыз түсір, пустой сияқты. Қараңыздар, ешқандай жоқ достар. Олжаға келдік, Олжада андай болып тұр ғой, үшін көбісі. Жабық па да бір? Көбісі жабық еще. Көбісі жабық па? Бүгін 7-ші күніге ашып қоймайды? Ашып қоймайды? Байқаудың ба такой? Аха. Сондай болып тұр үшін. Сондай болып жатыр. Сондай болып жатыр. Так, блок Г дейді. Мына қатарды бір көрейік қазір, иә? Осы қатарды көрейік, сонымен болмаса біз обедтің уақыты болып қалған екен, біздің қарнымыз ашты. Тамақ ішеміз деген сияқты ғой. Тамақ ішу керек па? Негізі әл жинау керек еді достар. Біз таңертеңнен бері жүрміз негізінде. Видеода көп зат көрінбейтін шығар, бірақ біз таңертеңнен бері жүрген болатын. Алдымыздан түсірген жақсы секілді негізінде. Ол жақ түсірме, ятақай болады. Так, мына жерде не бар? Не жаттан өттік? Өтіп кеттік па? Шадан. Так. Домбыраға кіріп қоймын ба?
Bir kіріп көреміз ғой. Достар, мен бір жаманы бар ғой. Орыс тәтелерімен сөйлесе алмаймын. Орыс тәтелері болып тұр сатушылар. Мен орысша білмеймін. Орыс сен білесің бе? мен түсіндіре алмай қаламын, короче. Общем, бізге барынша қазақша сөйлесу керек. Қазақтармен келісу керек. Мен орысша білмеймін. Енді оған ұялу керек пе? Қысылу керек пе? Не істеу керек? Мен орысша сөйлесем көбісі. Мына бар ма тағы? Мына жақта өрек кеттік. Ай, жоқ, ол жақта ештеңе. Қазір көрейін. Так. Жоқ, жауып кеткен көбісі. Ау. Ассалаумағалейкум. Жобаға ғой аға. Бізде бір видео түсіріліп жатыр еді. Сіз түсіре берсе қарсы емессіз бе? Қандай видео? Қазақстаннан технология шыққан балаларға арналған. Біз соған қаражат керек. Біз TikTok-тағы 100 теңге дегенді көріп пе едіңіз? 100 теңге. Иә, біз одан больше зат. Мысалы, біз қазір шоткаға келген болатынбыз. Сізге шотканы береміз. Сіз шоткадан қымбатырақ зат бересіз. Солай ма? Жақсы, рахмет. Мен қалай түсіндіріп жатырмын? Дұрыс, сол үшін дұрыс түсіндіріп жатырмын. Бәрі болады. Главное түсіндіріп жатыр ғой да, достар. Бірақ жалпы бұл негізі бергені достар көмек ретінде ғой. Себебі біз білесіздер. Что там мына жақта Себебі көрдіңіздер, бұл достар? кеттік. Бұның өзі не болу керек? Саламатсыздар ма? Қазақстандағы өнім қолдау. Саламатсыз. Түсіруге рұқсат берген? Видео ғой. Ой, рахмет. Алғашқы адам достар түсіруге рұқсат берген. Бізде бір жоба болып жатыр еді. Қазақстаннан шыққан технологияны қолдап жатырмыз да біз өзіміз. Бізде оған қаражат жиналып жатыр қазір. Біз 100 теңге деген жобаны қолға алған болатынбыз. Біз қазір 100 теңгені адамдарға ұсынып, олар 100 теңгеден больше қымбатырақ затты бізге беріп жатыр. Қазір біз 100 теңгеден енді 2,5 мың теңгелік осы шоткаға келген болатынбыз. Мысалы, қазір сізге осы 2,5 теңгелік шотканы береміз. Сіз одан сәл қымбатырақ затты берсеңіз, біз солай жобаға атсалысқаныңыз болады. Мысалы, шоткадан қымбатырақ Жобаға қолдау деген сияқты ғой. Жобаға қолдау деген сияқты. Бізде Қазақстаннан шыққан өнім, технология, балаларға арналған өнім. Бұл ма? Ненің шоткасы? Машинанікі ма? Или бұлай таза любой шотка? Мына жағынан, короче, машинаны қар заттар болады ондай. Точно машинанікі ма? Точно. Сосын клемпте істеуге болады бұның. Апа, осындай бізде қолымызда бар дүние осы. 2,5 мың затынан 3 мыңды кім десең қалды. Болады, апа. Әдемі деген сияқты. 3 мыңның темір машина. 3 мыңның темір машинасы. 3 мыңдікі ғой да, апа? Иә. Қалай? Чонам. Әдемі ғой, достар, қарасаңдаршы. Так, 3 мыңның темір машинасы. Біз онда аламыз бұны. Рахмет, сізге бұны берейік. Қол алысып жіберейік. Достар, біз темір машина алған болатынбыз. Рахмет сізге. Өнімді қолданғаныңыз. Жақсы, рахмет сізге. Сау болыңыз. Кәсібіңізге береке берсін. Кеттік, достар. Так, бізде ойыншығымыз бар. Орақ қалай? 3 мың теңгенің затына келді. Әдемі ғой, дос. Әдемі. Мына жақта кілең қыздардың киімі болып кетті ғой, достар. Мына жаққа кішкене былай камера деген сияқты. Камераны тек маған қарадыңдар. Бізге қарап қалсаңдар камераны. Қой, жоқ, мына жақта достар. Біз Олжаны осымен аяқтайтын секілдіміз достар. Олжан барлық жағын қолымыздан келгенше қарап шықтық. Тапқан дүниеміз осы 3 мың теңгелік. Негізі бұның іші үлкен. Но бірақ көбісі жабық па, сондай бар нелер. Бірақ Олжаға рахмет үлкен. Келіңіздер. Жаңағы ойыншықтар не қай жер еді? Қаншасын жеп өтеге? Сол апаға үлкен рахметімізді айтамыз. Олжаны көрсетші, артын көрсетші. Ең мына қапталындағы ойыншық сататын бутик. Іздесеңіздер табасыздар. Рахмет. Все, біз енді Олжадан шығамыз. Келесі біздің баратын жеріміз ойланамыз. Мүмкін тамақтанатын жерге барамыз. Жалпы көреміз. Қазір сіздермен жолға аттанамыз.